Барлығына сәлем достар. Джон Чапман теңіз жаяу әскерінің ардагері, стресстік ауруынан зардап шекеді. Ол өмір мен өлім және өзін-өзі жою алдында тұр. Мұның барлығы қайғылы аяқталуы мүмкін. Әпкесі Бразилияға іссапарға барған кезде аяусыз шабуылға ұшырады. Сонда ғана ол өмірінің мәнін қалпына келтіреді. Ол күн сайын тіпті кішкентай балаларға да өлім қауіпті төнетін бразилиялық бұзақылардың құпия байланыстары мен қараңғы бұрыштарын сұрыптау арқылы кек ала ма? Бірге білейік. Джон Чапман алдында 3 стакан қояды. Біреуін бос қалдырады, екіншісінде оқ қояды, үшіншісінде 2 оқ салып, соғыста қаза тапқан жолдастарының атын кезекпен атайды. Қай стаканға атын қоятыны осылай есептеледі. Кезек 2 оқты стаканға келіп, сол жерден виски ішеді. Ол револьвердің барабанына оқтарды жібереді. Бұл жолы орыс рулеткасынан бір үшке дейін, бақытымызға орай немесе өкінішке орай, бірақ келесі әрекет тек триггерді тыныш еткенде ғана аяқталды. Түстен кейін ол ішімдік қорын толтыруға барады. Кенеттен дүкенде 2 қарақшы пайда болып, ол еш қорықпастан олардың жолында тұрып, қаруды асқазанға бағыттамауға кеңес береді. Мұндай оқ жәбірленушіні тірі қалдырады. Батыр тұмсықты алып, кеудесіне немесе басына оқ атуды ұсынады. Мұндай арандатушылық қылмыскерді әбден шатастырып, оны ессіз күйге түсіреді. Чапман күтуден шаршайды және содан кейін екіншісін нокаутқа түсіреді. Оның басынан өткерген соғыстың сұмдықтары туралы естеліктер кешкі уақытта Джонды қайтадан сергек етеді. Ол ауыр жаттығуларға ауысуға тырысады. Бірақ ол да нәтиже бермейді және ашуланған ол қабырғаны жұдырығымен соққылайды. Келесі күні таңертең Чапман үйде жатқанда біреу оның пәтерін ашулы түрде қағады. Ол оның әпкесі Синди болып шықты. Ол оны әуежайдан күтіп алуды ұмытып кеткен. Бауырының бұл әрекетіне таңқалмаған қыз 1-2 күнге досының үйлену тойына келгенін, содан кейін Бразилияға қайтып, қолайсыз аймақтарда қылмыс өршіп тұрған жерде қайырымдылық жұмыстарын жалғастыратынын айтты. Ағасы оны уайымдайды, бірақ онымен сөз таластырудан нәтиже жоқ. Синди ағасының психологиялық жағдайына көмектесетін таблеткаларды ішетінін тексеріп, оларды жалбызбен алмастырғаны белгілі болды. Қыз кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін 2 бразилиялық полицей, Катарина мен Павел, оны мұхит жағасынан жарақат күйінде тауып алады. Америка азаматына айуандықпен шабуыл жасалғаны туралы хабар Бразилиядағы жаңалықтарға, содан кейін ағасы Чапманның өзіне жетеді және ол дереу Рио-де-Жанейроға ауруханадағы әпкесіне бару үшін ұшады. Осы уақытта Тиаго Сантос есімді детектив және оның серіктесі Кало Барора заңсыз қару-жарақ контрабандасымен күдікті бірнеше тұрғынды ұстау үшін фавелаларға барады. Тұтқындау кезінде оларды жергілікті тұрғындардан шабуыл туралы ақпарат алуға тырысқан Катарина мен оның серіктесі тоқтатады. Қыз Сантостың өзінің қызметтік міндеттерінен тыс әрекет етуіне және күдіктілерге қатыгездікпен қарауына қарсы. Жауап ретінде Катаринаны қорқытуға тырысады. Детектив оны жергілікті тұрғындарға тым жұмсақ көзқараспен қарады деп айыптайды. Соның салдарынан олар ақш азаматының жарақаттануына жол берді. Бірақ артқы жағында ұшқан тас детективтің сөзін және қақтығысқа қатысушылардың барлығын тоқтатады және оның куәгерлері қобалжыған күйде қаруларын жауып, атыс бастаймыз деп қорқытады. Детектив олардың көптігінің байқап, жекпе-жекке бір адамды Капоэйраны шақырады. Оған қарсылас ретінде Барораны қояды. Егер Капоэйра жеңсе, детектив артқа шегінеді. Капоэйра оңай полиция қызметкерін сальто жасау арқылы нокаутқа жібереді. Санта қайта оралатынын айтқанда, жергілікті адамдар жаман көзқараспен шығарып салады. Чапманды посол күтіп алады. Ол да ардагер және Чапманның танысы. Ол екеуі ауруханаға барып, қарындасын комада жатқан күйінде көргенде, бұрын соғыстағы өлі денелер көзіне елестеп есін жинап алады. Ол уақытта Санта келіп, осы іске жауапты детектив ретінде таныстырылады. Посол Чапманды істі детективтерге қалдыруын сұрайды, себебі мұнда қарақшылық туристік жер емес. Тиаго американдық көлікпен қылмыс орнына апарады. Олар бір-бірімен балалардан, жаңа қылмыскерлер өсіп жатқан әлем туралы мұңды көзқарастармен бөліседі. Ал Құдай мейірімді емес және соғысқа итермелейді. Чапман Катаринаны кездестіреді, бірақ әңгіме барысында ардагер ескі тартқыштың газ шығаратын түтігінің дыбысын естіп, оқ даусымен шатастырады.
Катаринаның белдігіндегі ілулі тұрған мылтықты тартып алады. Сантос әріптесіне ашулы қонаққа қарауды сұрайды. Әйел оны ережелермен таныстырады және есірткі картельдері емханалар мен мектептердегі жұмысшыларға ұзақ уақыт жалақы төлеп келгенін және үкімет бұл аймақтардағы адамдарды тастап кеткенін айтады. Сондықтан мұндағылар қылмыскерлерді жасырады. Бұл Катарина үшін үлкен мәселе, өйткені оның заң өкілі ретінде әрбір дұрыс емес әрекеті көптеген құрбандар мен бақытсыздықтарға әкелуі мүмкін. Ауруханада кездесу кезінде Синдия ұстамаға ұшырап, Чапман мейірбикені тексеруге шақырады. Оны қайтадан өлтірмек болған. Сәл ертерек бетперде киген дәрігер, азиялық түрдегі әйел, өмірді қолдау құрылғыларын өшірген. Полициядан палатада кезекшілік етуді талап еткен Джон, фавеладан жағада жүретін бірдеңе білу мүмкін Куки есімді жігітті табады. Ол мойнынан Синдиге тиесілі алқаны көріп, жауап беруді талап етеді. Ол достарымен жабылады, бірақ тәжірибелі теңізшіге ештеңе қарсы тұра алмайды. Жігіт пышағын шығарғанда, Чепман оны жылдамдықпен тартып алып, жігіттің өзін қорқытады. Жігіт ағылшын тілін білмейді және жағдайды Катарина құтқарады. Ол Синдидің жігіттің отбасымен жұмыс істегенін және оның әпкесі Марияның да жергілікті қылмыскерлердің құрбаны болғанын, із-түзсіз жоғалып кеткенін түсіндіреді. Сонымен алқа сыйлық және достықтың белгісі. Жігіт Чепманге Синдиге тиесілі дәптерді береді. Бірақ Чепман ол жерден көптеген парақтардың жыртылғанын байқайды. Джон әпкесінің дәптерін зерттеп, жақында Синдимен жұмыс істеген фотографтың телефон номерін табады. Ол оған қоңырау шалып, кафеге кездесуді белгілейді. Онда ер адам оны қыздың Сирияға қызықтырғанын айтады. Павелдің ойынша, Синди түнде жұмыс істеген кәмелетке толмаған қыздардың жоғалып кетуі туралы оқиғаға араласқандықтан қиын жағдайға тап болды. Сондай-ақ ол фотографтан жасырын суреттерді және ақпарат берушімен кездесуді өтінді. Ер адам барлық суреттерді Синдиге бергенін айтады. Чепман ер адамды құшақтап, қоштасып, қалтасынан флешкасын ұрлап кетеді. Фотограф көлігіне отырып жарылыс болып өліп кетеді және адамдар жарақаттанады. Оған тағы да өткені көзіне елестейді және кетнеттен ауруханада әпкесін өлтірмек болған дәрігерді көреді. Ол оны артынан қуалайды. Тапаншалары бар қарақшылар қара джиппен бұрыштан шығып келгенде, ол жасырынып үлгеріп, абайсыз өлімге ұшыраған күзетшінің қаруын алып, джипке оқ атады. Осыдан кейін көп ұзамай кеңседе теңізші Редлиге қарақшылардың қолдарында біртүрлі татуировкалар болғанын айтады. Олар Жапон диаспорасының өкілдері болуы мүмкін. Күдікті қызда шығыс келбетті болған. Флешкада олар Синдидің түнгі клубтың қасындағы ер адаммен түскен фотосуреттерін табады. Мэнни Чепманды сол жаққа апарады. Фотодағы ер адам диджей болып шықты және Джон оның артынан дәретханаға барады. Ол жерде портфелін құжаттармен алып, контрабандашыдан шабуылға қатысты болуы мүмкін клиенттің мекенжайын алады. Келесі күні Чепман Редлимен бірге жаңа нысанаға барады. Бұл жер бай адамдар, әдемі қыздармен уақыт өткізетін вилла болып шықты. Ал Санта мен оның командасы фавелаларды есірткі сатушылардан ұстауға дайындалуда. Тиаго шабуылды бастамас бұрын дұға етеді, себебі олар көптеген қылмыскерлерді атып тастайды. Джон сарайға кіреді, оның сыртқы түрі бірден екінші қабатта ақша санайтын азиялық қызға хабарланады. Ол мәселені өзі шешетінін және Тримотта бастығына әлі хабарлаудың қажеті жоқ екенін айтады. Күзетші Чепманны балконға шығуға шақырады. Сол жерден кейіпкер виллаға қыздарды келіп жатқанын байқайды. Олардың арасында Кукидің жоғалып кеткен қарындасы Мария бар. Бұл кезде оған арт жағынан шабуыл жасалады. Бірақ ол мойнынан қысып, тез лақтырып, күзетшіні құлатып жібереді. Джон ұрланған балалардың қайда апарылып жатқанын тауып, якудза қарақшылары тобына жасырынып жатыр. Павелла тазалау жалғасуда. Санта ерлерінің бірі. Сонымен қатар балаларды көліктеріне апаратын қара костюм киген бірнеше якудзаны көріп, оларды тоқтатады. Детектив Санта қол асты қызметкерін мақтап, кенеттен тапаншасымен атып, якудзаларды жібереді. Басшысына хабарласып, жағдайды түсіндіреді. Қыз детективке ақшасын портта кейін алады деп жауап береді. Содан кейін ол Терриге телефон сағады. Оған американдық бизнеске араласып жатқанын және оны жою керек екенін айтады. Бұл мәселені Тиагоға тапсырады.
Лима атты клубтағы жігіт құжаттарды американдыққа беріп қойғаны үшін ол самурай қылышының бір соққысымен қаза табады. Чапманды Теримотта адамдары тауып, оларды портфель және жұдырықтарының көмегімен бірден бесеуімен төбелеседі. Бірақ оны кенеттен Санта тоқтатты. Олар Чепменге қару сілтеп, тоқтауды және оларға портфельдегі құжаттарды көрсетуді талап етеді. Катарина мен оның серіктесі де атыс туралы хабарламаға келеді, және олардың қатысуымен Тиаго жоспарын орындауға мүмкіндігі болмайды. Чапман полицияны қыздар жатқан бөлмеге апарады, бірақ ол бос болып шықты. Содан кейін ол якудзаның адам саудасына қатыстылығын дәлелдейтін құжаттарды көрсетеді. Санта Тиаго іс материалдарымен танысу үшін оған портфель беруді сұрайды. Ол портфельді беріп қойған және кетіп бара жатыр. Кенеттен ол әңгімеде қылмыскердің атын атамағанын түсінді. Демек, Тиаго детективтің де қылмыстық істерге қатысы бар екенін түсінді. Теңізші Джон Катаринадан Синдиді тексеру үшін ауруханаға баруын сұрайды. Ол детектив Тиагоны іздеп көлігіне тығылады. Катарина келер қызды өлтірмек болғанда уақытында жетіп атып үлгереді. Санта портқа келеді, ал Джон балаларды Жапонияға тасымалдау үшін қоймаға әкелгенін алыстан бақылайды. Ол Редлиге қоңырау шалып, оның көңілін қалдыратын қорытындылар туралы хабарлайды. Досы көмектің келуін күтуге дайын еместігін айтады. Өзінің барлық жауынгерлік тәжірибесін пайдалана отырып, Чапман көзден ғайып болады және қарақшылардан бір-бірлеп құтылып, контейнерлер мен бөшкелер арасында одан әрі қарай жүреді. Тиагода жақын жерде онымен атыс кезінде Джон жемқор детективтің үстінен өтіп бара жатқан жүк көтергішті итеріп, оның аяғын қысады. Алайда оның теңіз жаяу әскерінен мылтық қағып, онымен капоэйра техникасында төбелескен Баррера сатқын детективті өлімнен құтқарады. Ол шабуылдарды тойтарады және қажетсіз акробатикасы әлдеқайда тиімді соққы береді. Тиаго үйінде астынан шығып, Баррероға көмектесуге тырысады. Бірақ серіктесінен әлдеқайда әлсіз болып шықты. Содан кейін теңіз жаяу әскерінің қолын қылышпен кесіп тастайтын Теримотта қосылады. Чепмен қылыштан жалтарып үлгереді, бірақ оны 3 қарсылас қоршап тұр. Санта батырды пышақпен шаншып алмақшы болады, бірақ соңында сол пышақ оның серіктесінің аяғына түседі, ал детективтің өзі нокаутқа түсті. Соңғы қозғалысымен Джон мойнынан кресті жұлып алып, жүрек аймағына тығып алады. Тек якудза бос қалды. Чепмен 2 темір құбырмен қаруланған дуэль үшін ол бекітіп, Джоудың мойнына жібергенде, Теримотта тұтқыдағы құпия жүзді ашып, асқазанынан жаралайды. Якудза Чепменді одан бетер ашуландырмауы керек еді. Ол бар күшін жұдырықтай жинап, якудзаның басынан күшті соққылармен аяқтайды. Қансыраған Тиаго оның шкафындағы кілтті береді. Онда полиция судьялары, қылмысқа қатысқандардың барлығы, тіпті үкімет мүшелерінің тізімі бар. Детектив оның отбасында 45 жасқа дейін өмір сүрген жалғыз адам екенін айтады. Ол көп нәрсені істегенін, бірақ Синдиге тиіспегенін айтады. Дәл осы уақытта якудза соңғы шабуыл жасайды, және Джон оған бірнеше оқ атады. Чепмен Тиагоға қиналмау үшін мылтық қалдырады. Редли мен полиция қоймаға барып, Чепмен балаларды түрмеден босатады. Ал Синдиге келсек, оның өмірінде қауіп төніп тұрған жоқ, бірақ денсаулығына айтарлықтай зиян келген. Редли досы Чепменді арнайы қызметтің жасырын агенті болған жағдайда, оның қарындасының емделуіне көмектесуіне дайын екенін айтады. Чепменға сұңқар атты лақап беріліп, жұмысына кірісе кетті.